Сәлем әлем, Караван KZ медиа порталында жаңа сұхбат, жаңа подкаст. Бүгін біз мынау ерлердің проблемасы туралы айтқымыз келеді. Бедеулік туралы және қандай да бір ерлерге байланысты аурулар жайлы, оның алдын алу жайлы. Бүгін мен белгілі уролог, бірақ ол кісі өзін халық емшісі деп санайды, солай есептейді. Сол жағын өзін эксперт деп санайды. Ол Нұрқаділ Айтен, Шымкент қаласындағы белгілі емші. Сол кісімен бүгін біз сұхбаттасатын боламыз. Олай болса, біз бастаймыз. Нұрқаділ мырза, сізге рахмет. Алдымен сұхбатқа келіскеніңізге. Алғашқы сұрақ мынадай. Қазіргі таңда жастар арасында урологиялық аурулар белең алып жатыр деп жиі естіп жатамыз. Бұл шындыққа қаншалықты жанасады? Иә, жастар арасында урологиялық мәселелер, андрологиялық, оның ішінде в основном жаңағы хронический простатит деп жатады, инфекция деп жатады. Өте көп тараған себебі мен өзімнен де байқаймын, жаңағы маған келген қаншама адамдардың 80-90% осы үйленгелі жатқан или үйленіп қойған жастарда көп байқалады. Жігіттерде жыныстық қызметтің бұзылуы жиі кездессе, үлкендерді дәрет сындырудың қиындаған жағдайда бұл онкологиялық ауруларға алып келуі мүмкін бе? Әрине, жігіттерде жыныстық қызмет бұзылса, ол дизурияға алып келеді, уретрит құрылса, ол тоже жаңағы келер ұрпақтың пайда болуына да әсерін тигізіп жатады. Онкологиялық ауруларға әбден ұшырайды. Ештеңеден қаймықпайтын ер азаматтар тіс дәрігеріне, урологқа барудан жүрексініп жатады. Бұл қорқыныш немен байланысты? Менде келетін пациенттерде мынандай кездеседі. Ер азаматтар айтылмағасын, келіншектер айтып жатады. Ондай жағдайлар өте көп. Себебі ер азаматтарда бізде мойындағымыз келмейді, басқасын мойындай берген шығар. Именно осы урологиялық өзінің проблемасын айтуға ыңғайсызданады, я болмаса ұялады. Соның салдарынан емделмейде жүре береді. Мойындамаған соң, конечно, емделмейді ол. Оған байланысты білмедім, енді қазақ қоғамында ондай тақырыпты қамти бермегеннің салдары ма, ол жағын нақты зерттеп көрмедім. Жылына 1-2 рет болса, жігіттер қандай медициналық тексерістерден өтіп тұрған дұрыс? Қалай ойлайсыз? Жылына 1-2 рет болсын дегенде, ол міндетті түрде 6 айда бір, әркімге әрқалай. Негізі норма 6 айда бір өздері жеке уролог-андрологтарға барып тексерістен өтіп тұрған дұрыс. Жаңағыдай кеңестер алып, оларға мазот тапсырып, я болмаса көп қой, ол урологический центрге барса барлығын қатарынан айтып береді. Сіздің ойыңызша Қазақстан азаматтарының жыныстық сауаты қай деңгейде? Менің ойымша, Қазақстандағы азаматтардың жыныстық сауаттылығы бертін келе соңғы 1-2 жылдықта жаймен дамып келе жатқан шығар. Ал бұған дейін шыны керек, қазірдің өзінде де бір көңіл көншітерлік те емес. Себебі көптеген жаңағы аурулардың пайда болуы, осы жыныстық сауаттылықтан хабары жоқ болғандықтан осындай жағдайларға келіп отырмыз. Қаншамасы ем іздеп әуре. Бізде Қазақстандағы дәрілердің көбісі 30% конверсиямен ғана жасалынатын болғандықтан олсы бар дегендей. Бедеулікке жыныстық қатынасқа ерте түсудің де әсері болады деген рас па? Бедеулік жалпы ол нәрсе адамның өзінің денсаулығына салғырт қарауынан басталады негізінде. Ал жыныстық қатынасқа ерте түсу деген нәрсе ол ғылыми дәлелденбеген. Неге десеңіз, кезінде ата-бабаларымызға 13 жасында отау құрып, ол ерте жыныстық қатынасқа түсуге мүлдем қатысы жоқ бедеуліктің. Мектепте жыныстық сауаттылық туралы айтылу дұрыс па? Осы соңғы уақытта көп талқыланып жүр. Қалай ойлайсыз? Сіздің ойыңыз? Мектеп аясында бұндай тақырыпта сабақ өтуді біздің Қазақстанда қолдай қоюы екі талай. Себебі ол
қазір ғана көтеріліп қалған нәрсе емес. Осыдан 2 жыл алдындардан бері көтеріліп келе жатқан тақырып. Бұл нәрседе батысты алсақ болады. Батыстың кейбір мемлекеттері осы сабақты қосудың нәтижесінде осы зорлық-зомбылық азайғаны ол дәлелденді. Бірақ Қазақстанда ол нәрсені жасау екіталай болуы мүмкін. Және де бұл жыныстық сауаттылық дегенді бірінші өзімізден бастасақ, бәлкім ол мектепке кірістірудің де қажеті болмай қалар. Нұрқаділ мырза, сізге көп рахмет. Бүгін көптеген сұрақтарға жауап алдық. Мен ғана емес, өзге жандарда, өзге ер азаматтарда, тіпті кейбір әйелдер де кейбір сұрақтарға өз жауабын алды деп үміттенемін. Солай ойлаймын. Сізге көп рахмет. Бүгін менде қонақта болған халық емшісі, өзін солай есептейді, солай атайды. Мен бірақ бұл кісіні уролог дер едім, Нұрқаділ Айтен. Сіздермен бірге болған мен Ғалымжан Сәңкібаев және Караван KZ медиа порталы. Караван әрдайым жаныңыздан табылсын.